Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оқтаумен жайып отыруды қажет етпейтін, бар жоғы 30 минутта дайын болатын нәзік балды торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен балымызды водяной баняда 20 минутта ерітіп аламыз. Жақсылап еріген балдың үстінен 1 шай қасық сода салып, жақсылап араластырамыз. Екеуінде бізде реакция жүреді. Балымыз осылай аппақ болып көпсейді, және де оның үстінен сармаймыз. Осылайша төрпіштетіп майдалап турап ерітуге оңай болады. Жаңағы балдың үстінен салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Осылай ешқандай түйіршіктері қалмау керек. Және де басқа құрғақ ыдысымыздың үстінен 4 жұмыртқаға шым тұзымызды, 1 пиала қантымызды салып, екеуін миксерлеп жақсылап араластырамыз. Бізде осылайша 2 еселенгенше аппақ болып көпсуі керек. Оның үстінен осылайша миксерлей отырып, балды жайлап құямыз. Себебі бірден барлығын құйып жүрсек, біздің жұмыртқамызды пісіріп жіберуі мүмкін. Сол себепті осылайша жайлап құйып отырамыз. Оның үстінен ұнымызды осылайша ситадан өткізіп, 3-ке бөліп, міндетті түрде бөліп салыңыздар. Осылайша миксерлеп шығамыз. Міне бізде осындай қоймалжың сұйықтау масса пайда болуы керек. Енді пергамент қағазымызды бөліп аламыз. Мен осылайша өзіме оңай болу үшін кішкене дөңгелектерді сызып алдым форманың көмегімен. Бір ожау осылайша массаны құйып, оның үстіне ситадан ұнымызды өткізіп салып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қолдың көмегімен қатты баспаймыз, жай ғана осылайша үстінен басып шығамыз. Анық болу үшін тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Бір ожау массамызды құйып, үстінен ұнымызды сеуіп, осылай қолмен жайлап басып шығыңыздар. Қатты басып жібермеңіздер, себебі қолдарыңызға масса жабысып қалуы мүмкін. Жай ғана басып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5-7 минут аралығында беті қызарғанша пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Креміне әртүрлі басқа кремдерді пайдалансаңыздар болады. Маған ең ұнайтыны медовыйдың осы қаймақ пен сахарный пудраны араластырған крем ұнайды, сондықтан осыны пайдаландым. 20% қаймақтың үстінен 3-4 қасық сахарный пудра салып, екеуін жақсылап араластырып алдым. Және де піскен корждарды барлығын біркелкі формаға кесіп алдым. Осылайша видеода көріп тұрғандар ешқандай сынбайды, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Пирогымызды жинап бастаймыз. Бірінші коржымызды қойып, осылайша мен формамен жинап алдым. Бұл міндетті емес, формасы да жинай берсеңіздер болады. Әрбір корждың арасына осылайша 2 ас қасық крем салып, жақсылап бір-біріне жағып шығамыз. Менде дәл осы тестадан 5 корж шықты, және де кесіп алған шеттерінің барлығын блендердан ұнтақтап өткізіп алдым. Ең соңында бетінен кішкене көптеу крем жағып, айналасының барлығына әдемілеп жағып шығамыз.
Мен пирогтың бетін жартылай ашық қалдыратын болдым. Осылайша өзіме оңай болу үшін форманың көмегімен дөңгелек етіп сызып алдым, және де ұнтақталған майдаланған корждарымды осылайша сеуіп барлық жан-жағына жақсылап сеуіп шықтым. Барлығын жақсылап жақып болғаннан кейін холодильникке жарты 1 сағатқа кремді сіңу үшін жібереміз, және де видеода көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік болады. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.